Хабарымызды жалғастырамыз. Женевадағы ұлттар сарайында тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының тағдырына арналған көрме ашылды. Экспозиция қарапайым заттар деп аталады. Оны Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Қазақстанның тұрақты өкілі, Женева кеңсесі, Қазақстандағы Канада елшілігі және халықаралық қауымдастық қорлары бірлестіріп ұйымдастырды. Ашылу салтанатына келген Біріккен ұлттар ұйымы Европалық бөлімшесінің басшысы Татьяна Валавая әлемде 11 минут сайын зорлықтан бір әйел көз жұмады. Сондықтан тұрмыста күш қолдануға қарсы күресті күшейту қажет деп мәлімдеді. Аталған қауымдастықтағы Қазақстанның тұрақты өкілі Ерлан Әлімбаев және еліміздегі адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімова Қазақстанның 2030 жылға дейінгі отбасы және гендерлік саясат тұжырымдамасының жаңартылған нұсқасы туралы айтып берді. Қазақ үкіметі алдағы 8 жылда әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық деңгейін 2 есе төмендетуді жоспарлап отыр. Осы Женевада біз серіктерімізбен бірге үйдегі зорлық-зомбылықпен күрес тақырыбын терең талқылап жатырмыз. Бұл өте маңызды жұмыс. Бұл көрме шығармашылық арқылы мәселеге жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Бұл зорлық-зомбылықта экономикалық, әлеуметтік, ұлттық шекара деген болмайды. Өкінішке қарай, ковидтен зардап шеккен 2 жылда зорлық-зомбылық құрбандарының саны артып кетті. Осындай мағыналы көрменің ұлттар сарайында өткізілгеніне ризашылығымды білдіремін. Мына картиналарды көрген адамдардың бойында мейірім күшейеді деп сенемін. Біз осы бастама бойынша Қазақстанмен және басқа серіктестермен бірге істеліп жатқан жұмыстарды мақтан тұтамыз. Бұл жобаны Қазақ астанасында былтыр бастаған болатынбыз. Канаданың феминистік саясатының негізгі ұраны қыздар мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндігін кеңейту, жыныстық теңдік орнату. Бұл көрме біздің идеяларымыздың ортақ екендігін көрсетеді. Зорлық-зомбылықты түбімен жоюымыз керек.